Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге осындай қатпарлы әрі жұмсақ болып шығатын қаттама нанның рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Ең алдымен бір бокал суға бір қасық тұзды қосып араластырамыз. Үстінен електен өткізілген ұнды қосып, қатты емес, жұмсақ емес, орташалау қамыр илейміз. Мен бұл жерде аз ғана порцияға жасап отырмын. Сіздер өз отбасыларыңыздың көлеміне қарай осы порцияны азайтып, көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Июі қанған қамырды 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Оқтайды алып, осылайша біркелкі етіп қамыр жаямыз. Шұға етіп жайып болғаннан кейін арасына май жағамыз. Менде бұл май қолдың майы. Сіздер 82% майды пайдалана берсеңіздер де болады. Көп емес, аз емес, орташа етіп жағып шығыңыздар. Май жағып болғаннан кейін үстіне тағы бір қабат жайылған қамырды жағып, оның да үстінен май жағып шығамыз. Осылайша қамыр жайғыштың немесе пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Бір қамырды екіншісінің үстіне қойып, осылайша жақсылап орап шығамыз. Дайын қамырларды шеттерін біріктіріп, морозильникке салып тастап, кез келген уақытта пісіріп ала берсеңіздер болады. Немесе қазір 10 минутқа салып қойып, жайлап жайып пісіріп аламыз. Әрбір нанға бөлек-бөлек май құйып отырамыз. Алдымен осылайша бірінші бетін майлап алып, екінші бетіне аударып, астын төмен отқа қойып, бетін жауып қоямыз. Бір беті қызарғаннан кейін екінші бетіне аударып, баяу отқа қойып, тағы да пісіріп аламыз. Сіздер де дәл осы рецептпен, дәл осы тәсілмен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Аралым.